Сәлем достар, бүгін дайындайтын тағамымыз жульен самса. Өте дәмді әрі тойымды тағамның түрі. Кешкі асқа немесе түскі асқа дайындап көріңіз. Құрамын описаниеда қалдыратын боламын. Пікірлеріңізді немесе сұрақтарыңызды комментарийға жаза кетсеңіздер болады. Алдымен саңырауқұлақтарымызды тексеріп аламыз. Қайнаған суға саңырауқұлақпен бірге бір картопты салып жібереміз. Содан кейін 1-2 минуттан кейін аламыз. Алғаннан кейін картопымыз аппақ болып шықса, саңырауқұлақты әрі қарай пайдаланамыз. Ал егер түсін өзгертіп қара түске енсе, онда саңырауқұлақты пайдалануға болмайды. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сұйық май және сары май қажет. Табаға салып қуырамыз және бір орташа пиязды уақыттап турап, салып, жақсылап қуырып аламыз. Тауықтың төсетін уақыттап, көбіктап тураймыз және де пияздың үстіне салып, екеуін бірге жақсылап араластырып қуырып аламыз. Келесі саңырауқұлақтарды да дәл сондай көбіктап тураймыз. Достар, менің каналымды қолдау мақсатында, егер видеоларым ұнап жатса, лайк қойып және каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі картопты да дәл солай көбіктап тураймыз. Табаға салып, енді дәміне қарай тұз, бұрыш және паприка салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Екі-үш кеседей су құямыз және де қақпағын жауып, бір жарты сағат пісіріп аламыз. Салмасы дайын болғанша біз қатпарлы қамырды пісіруге арналған ыдысымызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге фольга қажет болады. Екіге бүктеп, кесе немесе арнайы асты жабық осындай ыдыс алып аламыз және фольганы орап, астын бітеп, арнайы ыдысымызды осындай видеодағыдай етіп дайындап аламыз. Мендегі бұл ыдыстың диаметрі 10 сантиметрдей. Асты барлығы тегіс болғандықтан өте ыңғайлы және қамыр қазір бізде өте әдемі болып шығады. Дәл осындай 4 ыдыс дайындап алдым. Қатпарлы, ашытқысы жоқ қамырды жайып аламыз. Қатты жұқада етіп, немесе қалыңда етіп жаймаймыз. 1 миллиметрдей қалыңдығы примерно сондай болуы қажет, және де өзімізге қажетті көлемде бөліп аламыз. Мен 4-ке бөлдім және де осылай жаңағы дайындап қойған фольгамызға ораймыз. Нанды және шетін жақсылап бір-біріне жабыстырамыз. Әйтпесе қазір піскен кезде ашылып кетуі мүмкін. Астыңғы бөлігінде бір-біріне жабыстырамыз. Жақсылап барлығын асықпай отырып, бір-біріне жабыстырып, және қамыр қатты қалың болып кетпеу керек. Астыңғы жағы да дәл видеодағыдай етіп, осылай түйіп шықсаңыздар болады. Қамырымызға жан-жағына жұмыртқа жағып және күнжіт сеуіп шықты. Өте дәмді болады, әрі ерекше әдемі болып шығады. Осы күйінде қамырымызды қызып тұрған духовкада 20-25 минут пісіріп аламыз. Салмасы бізде дайын болды. Үстіне 1-2 ас қасық қаймақ және сыр салып, тағы да араластырамыз да 5 минутта отта ұстаймыз. Мінекей бізде формасы пісіп шықты. Енді салмамен толтырамыз формаларымызды. Және де үстіне сыр сеуіп, тағы да бір духовкаға 5 минут немесе 10 минут сыры ергенше салып аламыз. Мінекей біздің жульен самсамыз дайын болды. Өте әдемі шықты және де өте тойымды тағам түрі. Жасап көріңіздер. Ас болсын.